Сәлем баршаңызға. Бүгін бізде ұбт және магистратураға арналған тесттардың кезекті видеосы. Қараңыздар, бүгін бізде 4-ші сұрағымыз The form of the verb in passive voice дейді. Бірінші passive voice деген не екенін анықтап алайық. Passive voice деген сол бізде ырықсыз етіс. Қазақ тілінде ырықсыз етіс деп аталынады, яғни бір іс-әрекет жасалынады, бірақ ол іс-әрекетті кім жасағаны туралы айтылмайды. Бір затқа бір іс-әрекет жасалынады. Мысалы, орындықты сындырды, телевизорды көрді деген сияқты сөйлемдер айтамыз ғой. Подарканы алып келді деп айтатын болсақ, оның барлығы бізде ырықсыз етіс деп аталынады. Сол жерде айтып тұр, мына жерде passive voice, the form of the verb in the passive voice. Passive voice'тағы етістіктің формасын табыңыз дейді. Сонда the house дейді. House деген бізде үй. Build деген бұл бізде салыну деген сөз. Яғни үй салынды, немесе үй салынып жатыр деген сияқты сөйлемді құрауымыз қажет. Ол үшін біз passive voice'ты бірінші біліп алайық. Жаңа айттым, passive voice деген ырықсыз етіс. Passive voice'тың өзінің формуласы бар. Passive voice'тың формуласы бар. Формуласы subject, немесе object тұрады бірінші. Міне, subject тұр бізде. Object тұр бізде. Subject деген адам, object деген бізде зат. Міне, зат тұр бізде, house тұр. Енді осы үйге бір іс-әрекет жасалынды. Subject деген ол адам, мысалы, қонаққа шақырды. Кім шақырған айтпаймыз. Мені қонаққа шақырды. Сол кезде мені дегеніміз бұл бізде subject болады. Оны ұрды. Кім ұрған айтып тұрған жоқ, ол деген бізде subject болып тұр. Ал бұл жерде бізде object туралы айтып жатыр. Сондықтан objectіміз тұр. Екінші мына жерге екінші қоямыз, to be-ді қоямыз. Осы to be-ді анықтауымыз керек. Үшінші verb-тің үшінші формасы немесе verb-ке біз ed жалғаймыз. Либо мынау, либо мынаны қоюымыз керек. Енді қараңыздар, бірінші анықтап алайық. Build деген сөз дұрыс етістік па, бұрыс етістік па, яғни үшінші формасын қоямыз ба, ed жалғаймыз ба? Мына жерде ed жалғанып тұрған сөз көріп тұрған жоқпыз, значит, build дегеніміз бізде бұл бізде бұрыс етістік, яғни verb-тің бірінші, екінші, үшінші формасы деген болады. Irregular verbs деген тақырыпты білсеңіздер, сіздер түсінесіздер. Сонда build-тің бірінші формасы бізде build, екінші формасы built, үшінші формасы built, яғни екеуі де т. Значит, мына жерде мынау кетеді бізде, мынау болмайды, мынау жатпайды, мынау бізде тоже мына build-пен аяқталып жатпайды. Значит, мынау үшеуінің біреусі деген сөз бізде. Значит, passive voice деген кезде уже үшеуінің біреусі болады. Бірінші, екіншісіне жатпайды. Мынау жатып тұр, үшінші. Енді to be-ді анықтауымыз керек. Мына жерде бір to be тұру керек, міндетті түрде. Мына жерде to be жоқ. Значит, мына екеуінің біреусі деген сөз, Енді to be-ді анықтайық. To be деп be деп өзі айтып тұр. Be деп өзі айтып тұр. Негізі сіздер уже түсініп тұрған шығарсыздар қайсы екенін, бірақ сонда да мен сіздерге passive voice-тың to be-ларының формасын түсіндіргім келіп отыр. Бізде егер мысалы present continuous болатын болса, to be-іміз am, немесе is, немесе are, being болады. Ал егер present simple болса, оның to be мына жерде present simple болса, am, is, are болады. Егер past simple болатын болса, оның to be was, немесе were болады. Past continuous болатын болса, оның to be was, немесе were, being болады. Егер present perfect болатын болса, оның to be have, немесе has been болады. Түсінікті ғой? Яғни бір to be болу керек. Осы жерде міне бізде house деп тұр, міне house'ымыз тұр, екінші to be тұру керек, үшінші verb-тің үшінші формасы тұру керек. Осыны біз passive voice деп атаймыз. Мына жердегі to be-дің мына жерде қайсысы бар, сол дұрыс жауап. Дұрыс жауабын комментарийге жауап тастап кетіңіз. Комментарийге жазып кетіңіз, хорошо?